Сәлем достар, отбасы каналға қош келдіңіздер. Сіздермен мен Димаш, інім Бексұлтан. Бүгінгі видеода Пухой кролик ойынды ойнаймыз. Видеоны аяғына көріңіздер. Біз осындай маршмеллоу алдық. Менікі ванильный дәм, Екі Бексұлтаннікі клубничный. Пока тарелкаға маршмеллоуларды салып алайық. Достар, ойынның шарты, каждый маршмеллоу даусымызға салған сайын каналға жазып сөзін айтып отырамыз. Және сол сөзді кім көп айтады, сол ұтады. Міне осындай болды бізде. Енді дәмін жеп көрейік. Оңай болатын сақсы. Оңай сияқты. Жұмсақ, иә, дәмі? Ал енді бастайық, мен бірінші. Каналға жазыл. Каналға жазыл. Каналға жазыл. Каналға жазыл. Каналға жазыл. Каналға жазыл. Неге Бекош саған қиын ба? Бұндай емес екен. Каналға жазыл. Каналға жазыл. Енді мен... Каналға жазыл. Каналға жазыл. Каналға жазыл. Негізі көп салған сайын қиын сияқты. Каналға жазыл. Каналға жазыл. Каналға жазыл. Кім қай? Негізі ауызды толтырып сөйлеу қиын екен. Тура пухлый кроликқа ұқсап қалдыңдар өздерінде. Қиын болса кішкене шайнаймыз да сосын саламыз, Бекош. Бекоштық оңай сияқты, өйткені Бексұлтандық размері кішірек те. Бірақ менікі көп қой. И жұмсақ, тез еріп кететін сияқты ауызда. Димондікі кішкене үлкендеу қиын болып бара жатыр. Давайте ал. Айтпайсыңдар ма сөздерін? Айтамайсың ба? Кішкене шайнап көр. Видео қысқа болып қалады ғой, балалар. Бекош, давай сен сал да сөйле. Каналға жазыл. Тағы сал да айт енді. Димондікі пока ерігенше. Каналға жазыл. Каналға жазыл. Димаш еріген шығар, сенікі кішкене ар жағы. Ерімеді ма? Шайна алмай ма даже? Менікінде ерінбейді. А? Менікінде ерінбейді. Сал, сен әлі орынба сен аузыңда. Каналға жазыл. Тағы да. Каналға жазыл. Али, бар орын бар әлі. Что? Ага. Достар, менің аузыма тек қана 9 маршмеллоу сыйды. Өйткені мына маршмеллоулар кішкене дәурек келеді. Сол үшін мен көп сөз айта алмадым. Бекош көп айтты, я, Бексұлтан? Бексұлтандікі размері кішкентай, және бұл жеп отырды, жеп үлгеріп отырды да, сондықтан көп сөзді айтты. Достар, міндетті түрде каналға жазыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сендермен болған Бексұлтан және менің ағам Димаш. Сау болыңыздар. Давайте.